Менді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда Азиядағы екі алып Қытай мен Үндістанның қарулы күштерін салыстыратын боламыз. Бұл екі алып мемлекет әлемдік рейтингте алғашқы бестікке кіреді армияларының қуаты жөнінен. Қытай 3-ші орында, Үндістан 4-ші орында. Ал ендеше кеттік. Сонымен екі мемлекеттің соңғы 50 жылдағы қарым-қатынасына көз жүгіртсек, бүгінде әлемдегі екі демографиялық держава Үндістан мен Қытайдың арасында шешілмеген мәселе көп. Соның бірі шекара мәселесі. 1962 жылы Қытай әскері күтпеген жерден Үндістанға басып кірді. 20 қазанда қару астына кірген Қытайдың басты себебі Далай Ламаның Делиге қашып кетуі еді. Ал шынайы мақсаттары стратегиялық ауданды басып алу болатын. Бар жоғы 32 күнге созылған шайқаста Қытай өз мақсатына қол жеткізіп, Үндістаннан Ақсай-Чин аймағын тартып алды. Сөйтіп кішігірім шекаралық соғыс аяқталды. Халықаралық талап бойынша Қытай 1914 жылы бұл аймаққа ешқашан тиіспеймін деп келіскен болатын. Ол кезде Тибет тәуелсіз ел ретінде өмір сүріп жатты. Ал 1950 жылы Тибетті басып алып, жоқ елдің құжаты да жарамсыз деп аталмыш аймаққа Үндістанмен таласа бастады. Қазіргі Қытай мен Үндістан арасындағы қарым-қатынас 4 әскери қақтығысқа, 1962 жылғы Қытай-Үнді соғысына, 1967 жылғы Чола оқиғасына және 1987-2020 жылғы Қытай-Үнді қақтығысына әкелген шекара аралық даулармен сипатталады. 2017 жылдың басында екі ел даулы Қытай-Бутан шекара бойындағы Доквам үстіртінде қақтығысып қалды. Алайда 1980 жылдардың аяғынан бастап екі елде дипломатиялық және экономикалық байланыстарды сәтті қалпына келтірді. 2008 жылы Қытай Үндістанның ең ірі сауда серіктесі болды және екі елде стратегиялық және әскери қатынастарын кеңейтті. Ендеше Үндістанның қарулы күштеріне көз жүгіртсек. Үндістан қарулы күштері Үндістанның республиканы қорғауға, мемлекеттің бостандығы мен тәуелсіздігін қорғауға арналған әскери ұйымы. Саяси биліктің маңызды құралдарының бірі. 2018 жылы ақш, Ресей Федерациясы және Қытай қарулы күштерінен кейін әлемнің ең мықты әскерлері рейтингінде 4-ші орын алады. Елде ядролық қару бар. Үндістан қару-жарақ импорты бойынша әлемде 1-ші орында. Үндістан қарулы күштерінде 1.455.500 адам қызмет етеді. Әскери бюджеті бойынша Үндістан әлемде 5-ші орынға ие болды. 60,5 миллиард доллар. Елде әскерге міндетті шақыру жоқ. Үндістанның қарулы күштерінің ресми құрылған күні 1949 жылғы 15 тамыз болып саналады. Қарулы күштерге жалпы басшылық пен қаржыландыруды қорғаныс министрлігі жүзеге асырады. Дәстүр бойынша оны азаматтық тұлға басқарады. Қорғаныс министрлігі қызметкерлерінің көпшілігі, оның ішінде министрдің 2 орынбасары да азаматтық тұлғалар болып табылады. Жоғары әскери басқару органы, штабтар бастықтары комитеті, оның құрамына құрлық әскерлерінің, әскери әуе күштерінің және әскери теңіз күштерінің штабтарының қолбасшылары кіреді. Олар кезек-кезек төраға қызметін атқарады. Әскери әкімшілігі ел аумағы 5 әскери округке бөлінеді. Солтүстік, батыс, орталық, оңтүстік, шығыс. Қарулы күштер діни немесе касталық құрамына қарамастан үнді азаматтары арасынан еріктілерді тарту есебінен жасақталады. Үндістанның қарулы күштері құрлық әскерлерінен, әскери әуе күштерінен және әскери теңіз күштерінен тұрады. Үндістанның құрлық әскерлері бұл Үндістан қарулы күштерінің қару-жарақ пен соғыс тәсілдері бойынша ең көп және әртүрлі құрлықтық соғыс театрларында жаудың агрессиясына тойтарыс беруге,
Үндістанның аумақтық тұтастығы мен ұлттық мүдделерін қорғауға арналған. 2020 жылы Үндістан құрлық әскерлерінің құрамында 6 аймақтық қолбасшылық бар. Оның ішінде 14 армия корпусы, 40 дивизия, 22 жеке бригада, сондай-ақ 8 әуе шабуылынан қорғаныс бригадасы бар және 4 инженерлік бригада бар. Үндістан құрлық әскерлерінің иелігінде Үндістанның стратегиялық ядролық күштерінің жер үсті компоненті, оның ішінде Агни баллистикалық зымырандары бар. Агни 3 орта қашықтықтағы баллистикалық зымыран, Агни 2 бұл да орта қашықтықтағы баллистикалық зымыран 12 данасы бар. Және сондай-ақ Агни 1, бұның да 12 данасы бар. Бұл жақын қашықтықтағы баллистикалық зымыран. Және Притви 1, 30 данасы бар. Бұл тактикалық зымыран кешені. Үндістан қарулы күштерінің сапында 3565 танкі бар. Оның ішінде Арджун және Т-90 Бхишма, Т-72 танкілері. Сондай-ақ 3100 жаяу әскердің ұрыс машинасы бар. 336 БТР бар. Сондай-ақ өздігінен жүретін танкке қарсы зымыран кешені 110 данасы бар. Танкіге қарсы қару 3000 данасы бар. Өздігінен жүретін және сүйретпелі артиллерия 2985 данасы бар. Сондай-ақ реактивті зымыран кешені 214 данасы бар. Үндістанның әскери әуе күштері ұшақтардың саны бойынша олар әлемдегі ең ірі әуе күштерінің арасында 4-ші орында. 1947 жылы тәуелсіздік алған Үндістан Республикасының әскери әуе күштері егемендік алғаннан кейін бірден құрылды. 1947 жылдан 71 жылға дейін 3 Үнді-Пәкістан соғысы болды. Олардың тікелей қатысушы жаңадан құрылған 2 мемлекеттің авиациясы болды. Үнді әуе күштері авиациядан басқа әуе шабуылына қарсы қорғаныс, радиоэлектронды күрес және ғарыш күштері бөлімшелерінде қамтиды. Үндістан дамыған аэродром желісіне ие мемлекет. Негізгі әскери аэродромдар қалалардың жанында орналасқан. Сондай-ақ Тәжікстанда Үндістанның мемлекеттік шекарасынан тыс орналасқан жалғыз Фархор әскери базасы бар. Үндістанның әскери әуе күштерінің сапында 661 көп мақсатты жойғыш ұшақ, сондай-ақ шабуылдаушы ұшақ, жойғыш бомбалаушы ұшақ бар. 5 ДРЛ ұшағы бар. Сондай-ақ 3 рэп ұшақтары бар. 108 оқу жаттығу ұшақтары бар. Сондай-ақ 422 тік ұшақ бар. Оның 8-і соққылаушы тік ұшақ Апач және 17-сі ресейлік Ми-35 соққылаушы тік ұшағы. Сондай-ақ ұшқышсыз басқарылатын ұшақ Израильдік Херон 9 данасы бар. Сондай-ақ іздеуші барлаушы ұшағы Израильдік Серо МК деген. Бұның қанша данасы бар екені белгісіз. Әуе қорғаныс кешендері Үндістанның өзінде шығарылатын Акаш зениттік зымыран кешені. Бұның қанша данасы бар белгісіз. Сондай-ақ С-175 Нева Кеңес одағында жасалған. Бұның да қанша данасы бар белгісіз. Қазір бұларды Акаштармен алмастырып жатыр. Сондай-ақ Израильдік Спайдер СР. Бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Және кеңестік 9К-33 аса деген. Бұл да қазір баракпен, Израильдік баракпен алмастырып жатыр. Сондай-ақ тасымалданатын Игла зениттік зымыран кешені. Бұның да қанша данасы бары белгісіз. 1947 жылы Үндістанның тәуелсіздік алуымен жаңа мемлекет отарлық флотты мұра етті. Үндістан 1950 жылы 26 қаңтарда республика болған кезде офицерлердің көпшілігі британдықтар болатын.
Бірақ флот өз атауын үнді әскери теңіз күштеріне өзгертті және кемелер атауларында ин-с префиксі қолданыла бастады. 1958 жылы 22 сәуірде вице-адмирал Катари Үндістан әскери теңіз күштерінің штаб бастығы болып тағайындалды. Бұл лауазымдағы алғашқы үнді болатын. Үндістан әскери теңіз күштерінің сапында бір ұшақ тасығыш Викрамадитья кемесі бар. Сондай-ақ Викрант деген екінші кеменің құрылысы жүріп жатыр. Бұл да ұшақ тасығыш кемесі. Сондай-ақ сүңгуір кемелердің 15 данасы бар. Алты кеменің құрылысы жүріп жатыр, сүңгуір кеменің. Сондай-ақ 6 эсминец, 5 қайыққа қарсы кеме, 15 фрегат, 25 корвет, 27 күзет кемесі, 6 теңіз тральщигі және 1 десант тасымалдаушы док бар. Және үлкен десант кемесі 5 данасы бар. 6 кішкентай десант кемесі, кіші десант кемесі. Және 1 сүңгуір кемелердің жүзуші базасы бар. 1 құтқару кемесі, 6 жанармай құю кемесі бар. 6 танкер бар. 3 транспорттық кеме, 5 буксир, 2 оқу-жаттығу кемесі, және 2 тағы да оқу-жаттығу кемесі, желкенді кеме, және 1 мұхиттық зерттеу кемесі, және 1 гидрографиялық кеме бар. 8 үлкен патрульдік катер бар, 5 кіші патрульдік катерлер бар. Теңіз авиациясының сапында 39 палубалық жойғыш ұшақ МиГ-29, сондай-ақ теңіз патрулі Ил-38CD 5 данасы бар, және Боинг P-8 Посейдон теңіз патрульдік ұшағы 8 данасы бар. Сондай-ақ Дорнир До-228 көп мақсатты ұшақ Үндістанның өзінде шығып жатқан 25 данасы бар. Сондай-ақ Хал Киран 20 данасы бар, оқу-жаттығу ұшағы. Сондай-ақ Бриттен Норман BN-2 Исландер 8 данасы бар, оқу-жаттығу ұшағы. Сондай-ақ Хавк МК-132 Хоккер CD Хок деген 11 данасы бар. Сондай-ақ тік ұшақтардан К-31 Кеңес одағында жасалған 14 данасы бар, РЭП және К-28 бұл да Кеңес одағында жасалған 14 данасы бар. Кемеге қарсы тік ұшақ. Сондай-ақ британдық ұшақтар 40 данасы бар. Сондай-ақ кемеге қарсы тік ұшақтар Сикорский 40 данасы бар. Және Хал-Тхуру Үндістанда шығып атқан 8 данасы бар. Және Францияда шығып атқан тік ұшақтар бар. Сондай-ақ француз тік ұшағы Аэроспасиаль Алуэт CE 316 48 данасы бар. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Үндістан ядролық қаруға ие мемлекет. Үндістан 1974 жылы 18 мамырда Раджастахан штатындағы Покхаран полигонында 20 килотондық ядролық зарядтың алғашқы сынағын өткізді. Үндістан 1998 жылы ресми түрде ядролық державаға айналды. 5 жерасты ядролық сынақтарынан тұратын Шакти 98 атты жерасты сынақтарын өткізді. Стратегиялық күштер қолбасшылығының қарамағында құрлық әскерлері құрамында Притви 2 зымырандарының 2 зымыран бригадасы, Агни 1 қысқа қашықтықтағы және Агни 2 және Агни 3 орта қашықтықтағы баллистикалық зымырандардың 1 бригадасы бар. Әрбір зымыран бригадасында 12 ұшыру қондырғысы бар. Үндістан әуе күштерінде Нирбхай қанатты зымыраны әзірленіп жатыр. Мираж 2000 және Су-30 МК тактикалық жойғыш бомбалаушы ұшақтары ядролық қарудың тасымалдаушылары бола алады. 2020 жылы әскери теңіз күштерінде
Қысқа қашықтықта К-15 Сагарика 12 баллистикалық зымыраны бар Арихант типті бір атом сүңгуір кемесі бар. Бұл зымыранды Хайдарабадтың қорғаныс ғылыми зерттеу және дамыту ұйымының зымыран туралы ғылыми орталығы Агними Притви зымырандарын жасап шығарған. Сагарики суасты сынақ ұшырылымы 2008 жылы өтті. Келесі үнді атом сүңгуір қайғы Агни 3 құрлық зымыранының теңіз нұсқасы болып табылатын алыс қашықтықтағы К-X баллистикалық зымырандарымен қаруланады. Қытай әскерінің құрылған күні 1927 жылдың 1 тамызы болып саналады. Бұл күні Нанчан қаласында Қытай коммунистік партиясын қолдайтын әскери бөлімдер Гоминдан ұлтшыл партиясының үкіметіне қарсы көтеріліс жасады. Бұл оқиға 1950 жылған аяқталған Қытайдағы азамат соғысының басталуы болды. Қытай халық азаттық армиясы өзінің қазіргі атауын 1946 жылы алды. Бұған дейін ол жұмысшы шаруа революциялық, жұмысшы шаруа қызыл және жаңа 4-ші деп аталды. 1949 жылы Қытай халық республикасы құрылғаннан кейін және Қытай коммунистік партиясы азаматтық соғыстағы жеңісінен кейін Қытай халық азаттық армиясы 2 соғысқа қатысты. 50-50 жылдардағы Корей соғысында, 1979 жылғы Қытай-Вьетнам соғысында. Қытайдың конституциясына сәйкес Қытай қарулы күштерін басқаруды басқа елдерде баламасы жоқ жоғарғы мемлекеттік органдардың бірі орталық әскери кеңес жүзеге асырады. Орталық әскери кеңестің қарамағына сондай-ақ халық милициясы мен халықтық қарулы полиция кіреді. Орталық әскери кеңестің төрағасын бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы сайлайды. Бұл лауазымды 2013 жылдың наурызынан бастап Си Цзиньпин атқарады. Орталық әскери кеңестің жеке құрамы Қытай коммунистік партиясы орталық комитеті әскери кеңесімен толық сәйкес келеді. Екі органда бір құрылымды құрайды. Орталық әскери кеңеске тікелей 15 әскери әкімшілік органға, оның ішінде біріккен штабы бар 3 басқарма, саяси жұмыс, тылдық қамтамасыз ету және қару-жарақ жөніндегі басқармалар бағынады. Қытай қорғаныс министрлігі айтарлықтай өкілеттерге ие емес. Оның негізгі функциялары Қытай халық азаттық армиясын халықаралық аренада таныту және әскери билік пен азаматтық билік арасындағы үйлестіруді жүзеге асыру. Қытайда міндетті әскери міндет армияға еріктілерді шақырумен біріктіріледі. 18-22 жастағы ер адамдар міндетті түрде белсенді қызметке шақырылуға жатады. Төтенше жағдайларда Қытай халық республикасының мемлекеттік кеңесі мен орталық әскери кеңесі 36 жастан 45 жасқа дейінгі ер адамдарды белсенді әскери қызметке шақыру туралы шешім қабылдай алады. Әйелдер 18 жастан 22 жасқа дейін өз қалаулары бойынша қызмет атқара алады. Мерзімді қызметтің ұзақтығы 2 жыл. Мобилизациялық ресурстың едәуір көп болуына байланысты шақыру іс жүзінде таңдамалы болып табылады. Сондай-ақ келісімшарт бойынша 8 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге қызмет көрсетуге болады. Қытай халық республикасының қарулы күштерінің сапында 2.035.000 адам бар. Қытайдың әскери бюджеті 177 миллиард ақш долларын құрайды. Қытай халық азаттық армиясы құрлық әскерлерінен, әскери әуе күштерінен, әскери теңіз күштерінен, зымыран әскерлерінен және стратегиялық қолдау әскерлерінен тұрады. Қытай азаттық армиясының құрлық әскерлерінің саны 975.000 адам. Қару-жарағы 6740 танкі. Оның 3300-і көнерген тип 59 және оның модификациялары. Сондай-ақ 3390 заманауи танкілер, оның ішінде тип 96, тип 96А, тип 98А,
тип 99 және тип 99А танкілері бар. Сондай-ақ жеңіл танкілер 1050 данасы бар екен. Доңғалақты танкі 200 данасы бар. Тип 09, қаруы 105 мм қаруланған. Сондай-ақ 3800 жаяу әскердің ұрыс көлігі. Сондай-ақ 5020 БТР бар. 2320 өздігінен жүретін гаубица. 6140 сүйретпелі артиллерия. 2586 миномет. 1872 РСЗО. 1531 зениттік қарулар бар екен. Және Қытай халық азаттық армиясының әскери әуе күштерінің құрамында бомбалаушы авиация, шабуылдаушы, жойғыш, барлаушы және әскери тасымалдаушы авиация кіреді. Сонымен қатар зениттік зымыран әскерлері, зениттік артиллерия, радиотехникалық әскерлер, сондай-ақ әуе десант әскерлері кіреді. Аэродромдар желісіне 400-ден астам аэродром, оның ішінде ұшып қону жолағының қатты жабыны бар 350 аэродром бар. Аэродромдардың жетерлі сыйымдылығы 9000 ұшақты құрайды. Бұл авиациялық парктен 3 есе артық. Қытай әскери әуе күштерінің сапында 330 000 адам бар. Әскери ұшақтары Сиан 6 130 дана бомбалаушы ұшақ, Чендеу FS-1 4 дана бомбалаушы жойғыш ұшағы Пакистанмен бірігіп шығарып жатыр. Сиан 7 120 данасы бар бомбалаушы жойғыш ұшақ, Q5 120 дана шабуылдаушы ұшақ, G20 12 дана 5-ші буын ұшағы, Су-35 14 дана көп мақсатты жойғыш ұшағы, Су МК-2 24 данасы бар, Су-30 МКК 73 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшақтары. Сондай-ақ Су-27 СК 43 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшақ, Су-27 УБК 32 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшақ. Сондай-ақ G11 205 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшақ, G10 323 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшағы. Сондай-ақ G8 192 данасы бар, бұл да көп мақсатты жойғыш ұшақ. G7 528 данасы бар көп мақсатты жойғыш ұшағы. Сондай-ақ ДРЛ ұшақтары KH-2000 4 данасы бар, KH-500 16 данасы бар, KH-200 11 данасы бар. Сондай-ақ әскери әуе күштерінің сапындағы ұшқышсыз ұшатын ұшақтар Айдахар қанша данасы бар екені белгісіз. Американдық Global Hawk RQ-4-тің көшірмесі. Сондай-ақ Legion өткір қылыш, бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ CCHF-4, бұның да қанша данасы бар белгісіз. Windlong, бұның да қанша данасы белгісіз, бар екені белгісіз. ICN-206, бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ транспорттық әскери ұшақтар Ю-20 20 данасы бар, Ил-76М-ді 16 данасы бар, Ил-78 1 данасы бар, Ю-9 3 данасы бар, Ю-8 59 данасы бар, Boeing 737 2 данасы бар, және Ту-154 4 данасы бар. Бомбардир, бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Канадалық ұшақ, және Ил-18 10 данасы бар, Ю-70 23 данасы бар, Ю-12 2 данасы бар, Ю-11 15 данасы бар, Ю-5 300 данасы бар. Сондай-ақ оқу жаттығу ұшақтары GL-10 қанша данасы бар екені белгісіз. GL-C-9 оның да қанша данасы бар белгісіз. Сондай-ақ GL-8 350 данасы бар. Сондай-ақ GG-7 200 данасы бар. Әскери тік ұшақтарының саны
ВЗ-10 соққылаушы тікұшақ 100 данасы бар, және Харбин З-19 100 данасы бар, бұл да соққылаушы. Сондай-ақ Харбин З-9 32 данасы бар, және франциялық Супер Пума 6 данасы бар, көп мақсатты тікұшақ. Сондай-ақ Ми-17-нің 240 данасы бар, бұл да көп мақсатты тікұшақ. Ми-171 4 данасы бар. Сондай-ақ З-8 18 данасы бар, көп мақсатты тікұшақ. З-11 бұның қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ еуропалық Корал тікұшағы 3 данасы бар. Және зениттік зымыран әскерлердің сапында 110, 120 зениттік зымыран кешендері бар екен. Олардың HQ-2, HQ-6, HQ-7, HQ-9, HQ-12 және С-300 ПМУ зымырандары бар. Радиотехникалық әскерлердің сапында РЛС ULC-2, ULC-18. Қытайдың әскери теңіз күштерінің құрамында 3 флот бар. Олар Солтүстік флоты, Шығыс флоты және Оңтүстік флоты. Және сондай-ақ Қытай әскери теңіз күштерінің сапында 2 ұшақ тасығыш кемелері бар. Оның біреуі Ляонин, екіншісі 001А. Екінші тасымалдаушы 2017 жылдың сәуірінде іске қосылды. Бұл Қытай Халық Республикасында салынған алғашқы ұшақ тасымалдаушы кеме. Қытай сонымен қатар 3-ші ұшақ тасымалдаушының құрылысын жүргізуде. Сондай-ақ Қытай әскери теңіз күштерінің құрамында 29 эсминец бар, 50 фрегат, 42 корвет, 29 мина тральщигі, 69 десанттық кемелер, 220-дан астам зымыран және күзет кемелері, сондай-ақ сүңгуір қайықтарға қарсы кемелері бар. Қытай әскери теңіз күштерінің теңіз авиациясының 700 ұшағы бар. Олар H-6 бомбалаушылары, Су-30 МК-2 жойғыштары, Су-27, сондай-ақ Шеньян G-11B, G-11BS және G-15 палубалы жойғыштары, сондай-ақ GN-7 жойғыш бомбалаушы ұшақтары бар. Қытай өзінің суасты флотын белсенді түрде көбейтуде. Әскери теңіз күштерінде 57 сүңгуір қайық бар дейді. Бірақ ақш қорғаныс министрлігі қазіргі уақытта Қытайда кемінде 70 сүңгуір қайығы бар деп санайды. Оның ішінде 16 атом және 12 дизель электрлі суасты қайықтары. Қытай Халық Республикасы ядролық тежеу күштерінің теңіз компоненті 094 жобасының баллистикалық зымырандары бар 4 ядролық суасты қайықтары болып табылады. ақш сарапшыларының бағалауы бойынша Қытайда 240-қа жуық ядролық оқтұмсық бар. Олардың 175-і кезекшілікте және 65-і резервте. Бұл Қытай ядролық күштерін әлемдегі 4-ші орынға қояды. Жеке құрамының саны шамамен 90 мыңнан 120 мың адамға дейін. Хабарымызды қорытындылайтын болсақ, Қытайда, Үндістанда қуатты әскери күшке ие мемлекет. Екеуі бір-бірімен ашық айқасудың соңы сұмдық экономикалық апат екенін жақсы біледі. Сондықтан қақтығыспауға, келеңсіздіктерді қарумен емес, қаламмен шешуге тырысады. Дегенмен 2017, 2018, 2020 жылдары екі ел тағы да шекарада шексіп қалды. Тіпті атыста орын алды. Ал соңғы Пәкістан-Үндістан қақтығысында Қытай бейресми Пәкістанды жақтайтынын білдірді. Бұл Делиге үлкен ескерту іспеттес көрінгені тағы бар. Шындық ретінде мойындау керек. Қытайдың әскери күші Үндістаннан әлде қайда қуатты. Оның үстіне Қытай қорғанысқа 177 миллиард доллар бөлді. Бұл өткен жылғыдан 7,5%-ға жуық артық.
Үндістандікі 60,5 миллиард доллар. Алайда Үндістан олқылықтың орнын сапалы қару сатып алумен толтырмақ ниетте. Бүгінде Үндістан Қытайды Пакистанмен қатарлас жау санайтынын жасырмайды. Ақсай Чинді қайтарып алу жоспарда жоқ емес, бар екен анық. Үндістан мен Қытайдың арасында қақтығыс болған жағдайда Үндістанның бір артықшылығы оны батыс мемлекеттері, соның ішінде Америка құрама штаттары және батыс Европа мемлекеттері Үндістанды қолдайды. Және бұл мемлекеттер Үндістанға өзінің қаруын сатып, соңғы үлгідегі озық технологияларымен бөліседі. Бұл әрине Үндістан үшін артықшылық. Ал Қытайға келер болсақ, Қытайды қолдайтын жалғыз ғана одақтас ол Солтүстік Корея ғана. Ресей қанша Қытаймен одақтаспыз дегенмен, Ресейдің де жағдайы белгілі. Ол 20-шы жылы болған шекара қақтығысында Үндістан мен Қытайдың арасында қайсысын қолдарын білмей тұйыққа тірелген болатын. Себебі екеуі де олар үшін стратегиялық одақтас. Сондықтан Ресейдің және қаруында, оның технологиясында соңғы мына Сириядағы, Қарабақтағы соғыстар қандай жағдайда екенін әлемге паш етті. Сондықтан батыстың дамыған заманауи қаруларына Үндістанның қол жетуі әбден мүмкін.